оқырмандар. Қарағанды қаласы орталық кітапханалар жүйесінің балаларға қызмет көрсететін 11-ші кітапхана филиалы сіздерді алда келе жатқан 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен құттықтайды. Барша қазақстандықтар үшін айтулы тәуелсіздік мерекесі бізге оңайлықпен келген жоқ. Біз оған 1986 жылғы ызғарлы желтоқсан оқиғасында алаңға шығып, өз ойларын айтуға тырысқан Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова сынды намысшыл жастар арқасында қол жеткіздік. Қазақстанның еркіндігі мен бостандығы жолында бастарын бәйгеге тіккен қанды желтоқсан оқиғасының қатысушыларының ерліктері уақыт өткен сайын жадымызда жаңғыратын болады. Олардың сол қаһарлы күндердегі қайсар ерліктері бүгінгі жастар үшін үлгі өнеге болмақ. Тәуелсіздік елдің ең биік тұғыры, ата-бабаның аңсаған арманы орындалып, осыдан тура 29 жыл бұрын қазақ халқы мәңгілікке, егемендікке қол жеткізді. Біздің қаламызда тәуелсіздік алғаннан кейінгі бой көтерген нысандар өте көп. Соның бірі 2011 жылы дауылпаз ақын даңқты жерлесіміз Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл толуына арналған мерейтойлық шаралар аясында ақынның ескерткіші ашылған болатын. Ескерткіште ақынның қолына дәптер ұстаған күйі бейнеленген. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, баянды болсын. Тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы, егемен еліміздің ұрпағының еңсесі биік болсын. Көк байрағымыз мәңгі желбірей берсін.